Сақ болыңыздар, жедел хабарлама тарады. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бір даңғылдық белгісін басып қойып, видеомызды жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Денсаулық сақтау министрлігі кез келген жерден ет алмауға кеңес берді. Қазақстандықтарға ет және ет өнімдерін рұқсат етілген орындардан сатып алуға кеңес берілді деп хабарлайды Казинформ. Биыл елімізде күйдіргі ауруы бойынша 37 жағдай тіркелді. Оның ішінде 19 жағдай Жамбыл облысында, 15 жағдай Ақмола облысында және 3 жағдай Қарағанды облысының Абай ауданында болды. Қазір стационарда 3 науқас ем алып жатыр. Күйдіргі ауруының жұғуынан ауырған малдарды сою, оның етін тасымалдау, сақтау және ауру мал етін кәдеге асыру себеп, деді Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі Айжан Есмағамбетова. Орталық коммуникациялық қызмет алаңында өткен баспасөз мәслихатында вице-министрдің айтуынша, малы ветеринариялық куәліксіз союға болмайды. Сондай-ақ Есмағамбетова күйдіргі ауруынан аулақ болудың жолдарын атап өтті. Ет және ет өнімдерін рұқсат етілген базар, дүкендерден сатып алу қажет. Кез келген жерден сатып алмаған жөн. Етті жақсылап пісіру және толық піспеген еттің дәмін көрудің қажеті жоқ. Тағы бір маңызды жайт, күйдіргіні жұқтырған жағдайда өзін-өзі емдеуге болмайды. Өйткені ол аурудың асқынуына әкелуі мүмкін және өлім қаупін арттырады, дейді ол. Видеомыз кеңінен тарап, барша сақ болу үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз. Қымбатты көрермен, жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.